Абай атамыз не деп еді? Мықты болсаң, тендер жең деді ме? Әлде мықты болсаң, үлкен көлік ал деп пе еді? Жоқ, әлде мықты болсаң, алғашқы миллионыңды табу үшін бизнес басса деген шығар? Жоқ. Ол мықты болсаң, өзіңді жең деген еді. Өйткені өмірдегі бар жеңістерге жету жолындағы жалғыз қарсыласымыз өзіміз ғана. Көз қорқақ, қол батыр десе де, өзімізді жейтін сол баяғы ішкі қорқыныш. Ата-анамыздың көзінде жауыры шығып кеткен, баяғы жұрттың баласынан жеңіліп қалуымыздың себебі ұятта болса мойындайық. Ішкі сенімсіздік. Алдымызға керемет бір бизнес идея келіп тұрса да, ой қойшы соны деп кері итеретін ішімізде жалқаулық деген жауымыз тағы бар. Ішімізде жатқан талай адамның өмірін құтқаратын дәрігерді, сахнаны дүр сілкіндіретін өнерпазды, мыңдаған адамның өмірін өзгертетін ғұлама ұстазды, талай адамның аузын үйретін керемет ләззатқа толы тағамдарды жасайтын, ел тамсанатын аспазды, жылдамдығы мен жігері жарасып, талай додада жүлде алып, топ жаратын керемет спортшыны, азғана табысымызға мастандырып, қанағатшылдықпен әрдайым шатасып жүретінде осы жалқаулық, білімсіздік. Қара түнек екенін мектептің бастауыш сыныптарында оқытып еді. Есіңде ме? Сол білімді жұрттың балалары игеріп алып, шетелді бағындырып жүргенін талай рет өзің көрдің. Көрмеймін десең де, теледидар мен интернет солардың алған белестерін күніге еске салады. Білім алу керек еді деп жүріп, сол білімді қолдануды ұмытып кетіп жүреміз өмірдің абыр-сабырымен. Нәтижесі қандай дейсің бе осындай өмірдің? Ол сағат 18:00 бола салысымен жұмыстан атып шығуың, пятницаны пятница деп жұманың кешін анаң келгенде қуанып күтіп алуың, алған айлығың келесі айлыққа жетпей елден қарыз сұрауың, iPhone X тұрмақ, iPhone 6s'ті кредитке ала алмай жүргенің, сүйіктіңе берер дұрыс сыйлық тұрмақ, бір ресторанға апарғанға мәз болуың. Одан қалса, не үшін жұмыс жасап жүргеніңді сұраса, мардымды жауап бере алмауың, қуалайтын арманыңның болмауы, жетелейтін мақсатыңның жоқтығы, сенің емес, өзгелердің жеңісіне қуануың. Осылай болу керек пе еді? Сен бұл өмірге тек статистикаға цифра болу үшін ғана келіп пе едің? Құдай елге берген таланттан саған да берді. Сен жарамсыз бейшара емессің. Тұнып тұрған қазынасың. Бриллиант пен көмірдің бір химиялық құрамға ие екенін білуші ме едің? Білмесең, ойыңа түртіп қой. Бриллиантты сол көмірден айыратын тек қана мыңдаған градустық өңдеуден өтуі. Таңдау сенде. Көмір болып қала беру, әлде ішіңдегі бриллиантты сыртқа шығару. Рас айтқан дана Абай атамыз. Мықты болсаң, өзіңді жең.